Бізде келесі есептеріміз, егер а қосылған а болса, мына алдында бізде 1 бар деп ойлаймыз. Сонда бізде 1а қосқан 1а, 2а болады. Егер а көбейту а болатын болса, а 2 рет көбейтіліп тұр. Значит, а квадрат болады. Келесі 2а қосылған 3а бізде коэффициенттерін қосамыз, а сол күйінде жазылады. 2-ге 3 қосамыз 5, а сол күйінде жазылады. 2а көбейтілген 3а болса, бізде көбейту болғаннан кейін а-ның квадраты болады, алдында коэффициентті көбейту аламыз. 2-ні 3-ге, сонда 6а квадрат. Келесі, бізде а квадрат қосқан а бұл ережеге сәйкес келмейді, бұл жерде дәреже жоқ. 2. Сондықтан бізде бұнда жауап жоқ. Келесі бізде а-ның 2 дәрежесі көбейтілген а-ның мына жерде 1 дәреже бар деп ойлаймыз. Сондықтан бізде егер дәрежелер бізде жалпы көбейту болатын болса, дәрежелер қосылады. Сонда бізде а-ның 3 дәрежесі болады. Келесі, а-ның 2 дәрежесі қосылған а-ның 2 дәрежесі. Қосылған кезде бізде алдында 1 бар деп ойлаймыз. Сонда бізде 2а-ның 2 дәрежесі. Келесі, а квадрат көбейтілген а квадрат. Көбейткен кезде бізде дәрежелерін қосамыз. Сонда бізде а-ның 4 дәрежесі. Егер балаңыз алгебра пәнінен қиналмас үшін біздің пробный тегін сабағымызға қатысыңыз.